Ассалаумағалейкум. Қазақта жігіттің үш жұрты бар дейді. Бұлар өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты. Осы үш жұртыңдай ешкім қадірлі емес. Олардан асқан туған туыста жоқ. Әйтсе де дана халқымыз осы үш жұрттың әрқайсысына жеке-жеке анықтама берген. Яғни өз жұртың күншіл, қайын жұртың міншіл, нағашы жұртың сыншыл деп. Өз жұртың күншіл болатыны бар болсаң көре алмайды екен, жоқ болсаң бөліп бере алмайды екен. Ал енді қайын жұрттың міншіл болатыны жағаңның қызылдығын, қолыңның ұзындығын қалайды екен. Жуас болсаң жүндейді екен, мықты болсаң күндейді екен. Ал енді нағашы жұрттың сыншыл болатыны барыңа сүйінеді, жоғыңа күйінеді, әрдайым тілеулес, тілекшің болып жүреді екен. Енді осы үш жұрты бар жігіт мынау үш жұртым аман тұрған кезде дүниеден таршылық, кемшілік көрмеймін деп, яғни тарыққанда жебеушім, зарыққанда демеушім бар деп шірене басып шалқайып сыртты көріп жүреді екен.